Жеңіс күніне орай тұсаукесер. Мен баспахананың бояуымен емес, майданда адам қанымен жазылған соғыс кітабын оқыдым. Адамдық парасаты мен ерлігін. Бауыржан Момышұлының «Москва үшін шайқас» романында да қорқақтық концепциясын ашты. Тіпті майдан даласында жүрген біздер де оның ұңғыл-шұңғылына дейін біле бермейміз. Адалдық ұстанымы мен кеңдігін. Әзілхан Нұршайықовтың күнделігінде соғыстың шындығын ашық жазады. Соғыс туралы ақиқат қажет. Бұл үлкен проблема. Терең танымы мен білімін. Кемел Тоқаев дейтін кісі қаһармандықты суреттемейді, соғыстың майданның болмысын суреттейді. Ал оны қорыту, жинақтау өте күрделі. Ту етіп ұстаған. Қазақ поэзиясында Қасым Аманжоловтың «Ақын өлім туралы аңыз» поэмасы соғыс туралы жазылған поэмалар ішінде ең үздік поэма деп бағаланды. Жұбан Молдағалиев та мықты шығармаларының көбісі негізінен соғыстан кейін жазылды. Соғыста шындықты білу, расымен де қиын. Бүгін майдангер қаламгерлер ұлттық арнада.